Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Құрметті көрермендер, бүгінгі таңда көп адам адал жолда өмір сүргісі келеді. Бірақ кей кезде ол мүмкін емес сияқты көрінеді. Үй алғысы келсе ипотекаға қарайды. Автомобиль алғысы келсе несиеге қарайды. Бұның барлығы бізді қайда апарып соқтырады? Біз Алланың қаһарына ұшырап жүрген жоқпыз ба? Алла тыйым салған нәрселерге қарсы шығып жүрген жоқпыз ба? Риба деген бұл тек қана қаржы мәселесі емес. Риба ол иман мен жүрек мәселесі. Алла тағала рибаға соғыс жариялады. Сол жайында біз бүгін сөйлесеміз. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы құрметті Қылышбай Мұрат ағамыз. Осынау Алматыдан келіп отыр. Мұрат ағамыз кәсіпкер, 15 жылдан астам қаржы саласында тәжірибесі бар. Ислам қаржы мәселесінің магистрі, Малайзияда оқыған. Мұрат аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңізге сөз, өзіңіз жайлы қысқаша біздің көрермендерге айтып кетсеңіз. Уағалейкум ассалам рахматуллахи баракатуху. Үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Қош көрдік. Жалпы Алматыда туып өстім. Жасым 45-те. Соңғы 10 жыл болды жеке кәсіпте жүрміз. Жалпы бұл ислам қаржы мәселесіне келген себептеріміздің бірі, жасап жүрген кәсібіміз адал ма, адал емес пе деген сондай көп сұрақтармен сұрақтар мазалғаннан кейін сол сұрақтарға жауап іздеу жолында әйтеуір сол Малайзиядан шықтық қой. Сол қысқаша енді өзім бірінші мамандығым бойынша саясаткермін. Казгу Әл-Фараби атындағы ұлттық университетті бітіргем. Болашақ бағдарламасы бойынша сосын Эдинбургке барып магистратурада оқып келдім. Сол саясаттану мамандығы бойынша. Қайтып келген кезде ондай жұмысқа тұруға мүмкіндік болмады. Сөйтіп енді жекеменшік банкіге кіріп кеттік жұмысқа. Содан кейін жұмысты өзгертейін деген ниетпен BBC-дің дүниежүзілік қызметіне кіріп, сөйтіп 2 жыл журналист болып істедім Лондон қаласында. Қазақ тілінде хабар тараттық. Сол қазақ тілін кішкене үйреніп алған кезім сол болды. Негізі бір қызығы. Сол жақта хабар жасап сөйтіп үйрендік. Сосын қайтып келгеннен кейін құрылыс саласында істедік. Дағдарысқа дейін 2007-2008 жылдарға дейін. Сосын келесі кірген салам бұл сақтандыру саласы болды. Сол салада біраз әйтеуір енді жетістіктерге жетіп, карьерамызды жасап, сол 2014 жылға дейін. Сөйтіп 2014 жылы жеке кәсіпке шығып кеттік достарымызбен бірге. Соның арасында бір 3 жылдай медицина саласында бір клиниканы басқарған бір тәжірибем болды. Сөйтіп әйтеуір әртүрлі салада істедік. Бірақ сол соңғы 5 жыл 2020 жылы осы халал қаржы бағытын үйренем деген ниетпен магистратураға Малайзияға түсіп, Малайзияның ұлттық банкі құрған INSEF деген университет бар. Соған түсіп, әйтеуір 2 жылда бітірдім магистратураны. Соны бітіріп, ислам қаржы мамандығының магистрі деген сол дипломды алып, қайтып келдік елге. Сөйтіп, содан бері әйтеуір ислам қаржы нарығын дамытамыз, сол қаржыны, ислам қаржыға қатысты ақпарат таратамыз деген ниетпен сондай кішігірім курстарымызды, подкасттарымызды, сондай Инстаграмда жасалған жұмыстарымыз бар. Бұл жұмыстан тыс әйтеуір екінші өзіміздің хобби сияқты. Соны жүргіземіз. Сол былтыр IOFI-дің шариғатта кеңесші деген экзамен тапсырып, сол емтиханнан өтіп, шүкір. Құтты болсын. Рахмет. Сөйтіп сондайда бір сертификатымыз бар. Рахмет, Алла разы болсын. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы риба Алланың соғысы. Сіз қысқаша айтып кетсеңіз, риба дегеніміз не, оның қандай түрлері бар, ерекшеліктері қандай екен? Жалпы рибаға қатысты мәселе енді көп жағдайда пайыз деп аударылады, мысалы процентке берілген ақша деп былай түсіндіріледі. Бірақ таза аудармасы негізі өсім. Мысалы қазақтың өсім деген сөзі рибаның мағынасы өте күшті келеді. Негізі өсім, орысшасы прирост дегенде. Өсім жалпы рибаға қатысты Алланың үкімдері негізі Мұса пайғамбарға келген кезінде, Иса пайғамбарға келген кезінде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келген осы аяттарында бұл рибаға қатысты қосымша ақпарат келді негізі. Бірақ бұған дейін Алланың бұған дейін келген пайғамбарларына да рибаға қатысты үкімдер шыққан негізі.
бірақ әйтеуір кейбір адамдардың араласуы бойынша кейбір үкімдері өзгертілген. Бірақ шариғатымызда жалпы мына рибаға қатысты енді менің өзімше мынандай шығарған бір енді бір қысқаша формулам бар. Рибаның мынандай енді көп жағдайда жалпы рибаның түрлері өте көп. Бір хадисте келеді 73-тен астам түрлері бар дегендей бір хадисте бар. Қателеспесем ол Хасан хадис болып саналады. Сондықтан да жалпы рибаның түрлері көп. Бірақ біздің күнделікті өмірде кездесетін рибалар бұл көп жағдайда біздер бір саусақпен санап алатын рибаның түрлері кездеседі біздің қазіргі жағдайымызда, қазіргі өмірімізде. Соған қатысты мына рибаны анықтайтын, рибаның не екенін түсінетіндей мынандай бір үш көрсеткіш бар деп мысалы сөйтіп өзім сондай бір шығарған бір нем бар, формулам. Бірінші міндетті түрде егер рибаның бұл риба ма, бұл риба емес пе деген соны анықтау үшін ең біріншіден міндетті түрде қарызды қарым-қатынас болу керек. Мысалы үшін мен сізден бір затты қарызға алсам, ол зат болуы мүмкін, ол кәдімгі ақша болуы мүмкін, не болмаса алтын болуы мүмкін дегенде. Сол бірінші міндетті түрде қарызды қарым-қатынастың орнауы, белгілі бір қарызды қарым-қатынас болу керек. Қызмет болуы мүмкін ба? Мысалы, сіз менен сұрайсыз, Алматыдан істеп берші деп, мысалы. Енді қызметке қатысты бұл енді таза қарызды бекіткен кездегі формулаға келетін негізі. Қызмет енді достық қызмет болуы мүмкін, басқа қызмет болуы мүмкін, енді әртүрлі формалар, басқа формула болуы мүмкін. Бірақ енді жиі кездесетін, мысалы біздің өмірімізде жиі кездесетін рибаның түрі сол міндетті түрде қарыздық қарым-қатынастың орнауы бірінші. Екіншіден, сол қарыздық қарым-қатынас орнаған кезде белгілі бір өсімнің болуы. Мысалы үшін мен сізден қарызға ақша алатын болсам, үстінен қосып сізге төлейтін болсам, өсімнің болуы бұл екінші шарты. Және де үшінші маңызды шарты, егер де мына үстінен қосылатын өсімді сіз алдын ала бекітіп қойсаңыз. Мысалы үшін мен сізден 100 000 теңге қарызға алдым. Сіз 100 000 теңгені маған қарызға берудегі сіздің шартыңыз үстінен 20 000 теңге қосып бересің деп, мысалы сіз оны алдын ала бекітіп қойсаңыз, демек бірінші шарты қарызды қарым-қатынас орнады ма? Орнады. Екінші шарты бұл қарызды қарым-қатынаста өсім бар ма? Жоқ па? Демек өсім бар, және де сол өсім алдын ала сізбен бекітілген. Сіз қарыз берудегі жалпы осы ақша қарызды берудегі сіздің шартыңыз өсімнің демек пайда көруіңіз. Демек сол өсімнің болуы ол сіздің кәдімгі шартыңыз. Егер өсім болмаса, бәлкім сіз маған қарызға бермейтін едіңіз дегенде. Бұл жалпы мына рибаның қарама-қарсы жағында, мысалы бір жағында риба болса, екінші жағында қардул хасан деп айтады. Бұл шариғатымызда кәдімгі қарызға берудің ең тамаша формуласы, мынандай жақсы қарыз деп аталады. Жақсы қарызды берген кезде біз мысалы үшін бір мұсылман басқа адамға қарыз жасаған кезде, қарызын берген кезде, сол қарызды берудегі мақсаты Алланың ризашылығы. Тек қана Алланың ризашылығы үшін жасаймыз. Мысалы үшін сіз маған қарызға берсеңіз, сіз жақсылықты менен күтпейсіз, сіз жақсылықты тек Алладан күтесіз. Ниетіңіз сол болады да. Демек бір мысалы 100 000 теңге сіз маған беретін болсаңыз, жақсылықты Алладан күтесіз, үстінен ешқандай өсім сұрамайсыз. Ол жақсылық міндетті түрде сізге қайтады 100%. Бұл өмірде қайтпаса да, ақыретті міндетті түрде қайтады. Өйткені сіздің ниетіңіз, осы қарызды берудегі жалпы мақсатыңыз Алланың ризашылығын табу. Бұл кәдімгі шариғатымыздағы керемет қарыздың формуласы. Үстінен ешқандай өсім болмау керек. Одан артық не керек? Өйткені сіз тек қана сол Алланың ризашылығын іздегеннен кейін, сондай мысалы мұсылманға, мұсылман емес адамға кәдімгі көмек көрсетесіз. Енді бұл енді қазіргі жағдайда инфляция бар, басқа мәселе бар дегенде, мысалы көп мысалы мұсылмандар сұрайды, егер де мен теңгемен қарызға беретін болсам, ертең мысалы бұл ұзақ мерзімді қарыз болса, ертең теңгенің құны түсіп жатыр, бұны қалай реттейміз деп сондай сұрақтар көп келеді. Жалпы мына шариғатымыздың бекіткен формуласында, егер де сіз маған доллармен қарызға беретін болсаңыз, доллармен бекітуіңізге болады. Мысалы үшін 100 000-ді әйтеуір $200 деп мысалы санайтын болсақ, теңгемен, курспен, сіз маған $200 мысалы қарызға бересіз. Қайтарған кезде де
Мұрат, сіз маған $200 қайтарыңыз деп шарт қоясыз. Сөйтіп, енді доллар теңгемен салыстырған кезде анағұрлым тұрақты валюта болғаннан кейін, бұл мына теңгелік инфляциядан қашудың бір несі, амалы. Доллармен бекітесіз ба, евромен бекітесіз ба? Кейбір заманауи ғалымдар алтынмен де бекітуге болады деген сондай пікір бар. Мысалы үшін сіз енді қазір алтынның бағасы өте өсіп кетті ғой. Сол бүгінгі нарықтық бағамен есептеп, мысалы сіз 100.000 теңгемен беретін болсаңыз, біз кәдімгі ұлттық банктың алтынға қатысты несін курсымен мысалы есептейміз. Сөйтіп бекітеміз. Мысалы үшін 1,5 грамм алтын дегенде болмаса сөйтіп мысалы бекітеміз. Және де қайтатын қарыздың қайтарылатын күнін бекітеміз. Мысалы үшін 3 ай болсын, 1 жыл болсын дегендей. Сөйтіп қайтатын күнін нақты бекітеміз. Сол келген күнінде мен сізге сол 1,5 грамм алтынды қайтаруым керек. Ол кезде алтынның бағасы өсуі мүмкін, құлауы мүмкін. Керемет. Сонда сізге де әділетті болады, маған да әділетті болады. Егер де мысалы алтынның бағасы шынымен де өссе, сіз сол алтынның құнын өзіңіз қайтарып аласыз. Егер алтынның бағасы төмендейтін болса, біз алтынмен келіскенде сіз мысалы сол алтынның курсымен мен сізге теңгемен мысалы есептеп қайтарып бере аламын. Сонда ешқандай арада өсім болмайды да. Бұл сол инфляцияны ескере отырып халал қарызды берудің бір жолы. Керемет екен. Себебі көп адам үлкен сумманы, үлкен мерзімге берген кезде содан қорқады ғой, ақшам құнсызданып қала ма деп. Сол әсіресе бұл негізі пікір, мына ұлттық валютасы тұрақты емесі болмаса инфляциясы жоғары мемлекеттерде бұны жасауға болады деген пікір бар негізі. Түсінікті. Келесі сұрақ, қазіргі таңда көп адам түсінбейді, бірақ енді Алла тағала бір нәрседен бізді тыйса, біз оған бойсыну керекпіз мұсылман болғандықтан. Бірақ сіз айтып жібересіз ба, Алла тағала не үшін Құранда рибаны қатаң түрде тыйым салды? Енді жалпы рибаға қатысты Құрандағы аяттарға келетін болсақ, мысалы енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық миссиясы 23 жылға жалғасты деп айтамыз ғой. Соның алғашқы 13 жылы Меккеде өтті. Соңғы 10 жылы Медина қаласында өтті. Алғашқы 13 жылдағы түскен аяттардың басым бөлігі жалпы ақида мәселесіне қатысты, жалпы наным сенімге қатысты түсті. Сол меккелік периодта рибаға қатысты бір ғана аят түсті. Қалған аяттардың барлығы сол соңғы екінші пайғамбарлық миссияның екінші жартысында, демек Медина қаласында түскен аяттар. Енді мына ең бірінші осы меккелік периодтағы түскен бірінші аятқа келетін болсақ, бұл Рум сүресінің 39 аятында. Осы аяттың жалпы тәпсіріне келетін болсақ, өте керемет аят негізі. Бұл аятта рибаға қатысты ең бірінші рет келген аят. Сонда айтылады. Енді мен тәпсірін айтуға тырысайын. Жалпы ол кезде де, қазіргі заманда да мысалы риба арқылы ақша тауып жүрген адамдар жалпы қоғамда бай адамдар болып саналады. Мысалы қазіргі пайызбен жұмыс істейтін қаржы компаниялар болсын, банкирлар болсын, мысалы енді өте бай адамдар ғой. Өсіммен жұмыс істейтін адамдар. Ол кезде тура сондай болды. Мысалы ақшаны өсіммен айналдырып, өсіммен пайда тапқан адамдар қоғамда бай адамдар болып көрінетін. Сол аятта келгенде, аятта айтылады, өсімді еселеп жейтін, сол өсім арқылы пайда көретін адамдар қоғамда басқа адамдардың сырттай қараған кездегі пікірі өте бай адамдар болып саналғанның өзімен Алла тағаланың құзыретінде бұл ақшадан ешқандай пайда жоқ. Демек, мағынасына келетін болсақ, бұл ақшаның берекеті жоқ деп айтылады да. Ал керісінше садақа беретін, зекет төлейтін адам қоғамда бұл ақшасы азайып жатыр деген ой келеді. Мысалы, сіз зекетіңізді төлесеңіз, сіздің кәдімгідей математикалық тұрғыда санайтын болса, минус 2,5%-ға мысалы ақшаңыз азайды негізі математикалық тұрғыдан санайтын болса. Бірақ тура сол Рум сүресіне келген аятта алайда дейді, бұл адамдардың зекетпен садақа төлейтін адамдардың байлығы азайып жатыр деп сырттай қоғамда сондай бір пікір болғанның өзімен Алла тағаланың құзыретінде бұндай адамдардың
берекеті, байлығы, статусы анағұрлым қатты өседі делінген да. Бұл кәдімгі рибаға қатысты бірінші аят. Демек, мынандай екі түрлі жолды көрсетіп жатыр да. Мынандай жолы бар, мынандай жолы бар дегендей. Кейін екінші, үшінші мына рибаға қатысты түскен аяттар, екіншісі Ниса сүресінің 161 аятында. Ол кезде еврей қауымына қатысты бір ескерту. Сол қауым осындай рибамен айналысты, бұларға қатысты қатаң жаза болады деген сондай бір екінші аят. Үшінші аят Әл-Имран сүресінің 130 аятында. Бұл аятта негізі мындай орысшасы сложный процент дейміз ғой. Егерде ақшаны қарызға берген кезде сол адам уақытында қарызын үстінен қосылған пайызын уақытында төлемесе, үстінен пеня қосылады. Демек, пайыздың үстіндегі пайыз сол туралы аят түседі. Демек, пайыздың үстінен пайызды жемеңдер дегенде сондай үшінші аят. Және де ең соңғысы нүктесі қойылған аят бұл Әл-Бақара сүресінің 275 аятында. Жалпы ислам қаржы философиясының, осы ислам қаржы бағытының ең фундаменталды аяты сол негізі. 275 аят Әл-Бақара сүресінде. Бұл жерде айтылады, сауда адал, ал риба өсім ол харам делінген. Сонымен айналысатын адамдарға қатысты үкім айтылған аят. Негізі үкімі өте қатал, өте қатты. Жалпы егерде бұл аяттың ішіндегі тәпсіріне келетін болсақ, бір адамдарға бір жеңілдік беретін бір жағы, егерде мұсылман адам білмеусіздіктен бұл заттармен айналысса, білімі болмай, бұл туралы хабар болмай, соны істейтін болса, онда шынайы тәубесіне келіп, тәубесіне келсе, онда оған дейінгі жасаған осы рибамен тапқан ақшасы, осы рибамен тапқан жасаған енді күнәлары бұл Аллах тағаланың құзыретінде қалады, және де тапқан ақшасы өзінде қалады дегендей. Сол мағынасына келген кезде, демек, егер білмеусіздіктен істеген адам болса, оған уайымдамасын, бұл Алла тағаланың құзыретіне қалады деген шынайы тәубесіне келетін болса. Ал керісінше бұл туралы біліп істеген, бұл рибаның қаншалықты арам етілгені, шек қойылған біле тұрып, сол бағытта барымтасымен кіре беріп істей беретін адам болса, онда Құдай сақтасын, мәңгілік тозақтық деп айтылады. Сондықтан да үкімі өте қиын негізі. Жалғасы сол 276 аятында келеді, 200 басқа Әл-Бақара сүресінің аяттарында жалғасы бар. Бірақ сол фундаменталды нүктесі қойылған аят сол Әл-Бақара сүресінің 275 аятты негізі. Түсінікті, рахмет. Рибаның қоғамға, отбасыға, руханиятқа қандай әсері бар? Сол журалы айтсаңыз, мысалы, экономикалық жағынан болсын, ғылыми жағынан болсын. Жалпы ғалымдарымыздың айтуы бойынша, кез келген қоғамның, жалпы қоғам болып қалуының, қоғам болып дамуының минималдық талаптар бар дейді. Мысалы, қоғамның көркейетін деңгейі бар, қоғамның орташа деңгейде өмір сүретін жағдай бар. Және де ең минималды, демек, бұл қоғамның жоқ болып кетпеуіне кепіл беретін ең минималды талаптар болу керек. Сол минималды талаптар болса, бұл қоғам әйтеуір қалай болғанда құрмайды деген сондай бір ғалымдардың пікірі бар. Сол минималдық талаптардың ішінде 5 талап бар. Ең біріншісі, бұндай қоғамда міндетті түрде дін сақталу керек дейді. Демек, біздің дінімізде осы риба болсын, басқа үкімдер болсын, сол үкімдердің сақталып, қоғамда тарауының бастапқы бір себебі діннің сақталуы. Демек, дін сақталу керек дейді. Қоғам жалпы құрып кетпес үшін, бірінші талабы дін болу керек, дін сақталу керек. Екіншісі, адамның өміріне кепіл болу керек. Демек, адамның бір адамды өлтірген, бүкіл адамзатты өлтіргенмен бірдей деп айтылады ғой. Сондықтан да қоғамда адамның өміріне кепіл болу керек. Демек, бір-бірін өлтіру қоғамда болмау керек деген әңгіме ғой.
Демек екіншісі адамның өміріне қол сұғылмау керек. Үшіншісі, мына рибаға қатысты пункт. Үшіншісі бұл мүлік мәселесі. Демек қоғамда мысалы шариғатымыз, ислам экономикасы жеке мүлікті қабылдайды. Демек бір адамның жеке мүлкіне басқа адамның қол сұғуына құқығы жоқ. Ал рибаның қоғамда риба тарайтын болса, бұл кәдімгі адамның қолындағы мүліктің басқа осы рибамен айналысатын адамдардың қолына жеңіл ағып кету. Иә. Бұл риба қоғамда қатты дамитын болса, өте бай азшылық топ болады, және де өте кедей көпшілік топ болады. Сол рибаның кесірінен мына көпшіліктің мүлкі рибамен ақша беретін адамдардың мүлкіне ауысады. Ал бұл қоғамда кәдімгі кедейшілікпен, үлкен топ кедейлер мен кішігірім топ байлардың болуы, бұл қоғамда кәдімгі Тепе-теңдік бұзылады. тепе-теңдік бұзылады, сосын бұл қоғамда конфликт болады. Міндетті түрде бір наразылық болады, бір конфликт болады. Сол қоғамның құлдырауына себептердің бірі сол негізі. Сондықтан да үшінші талабы міндетті түрде мүліктің сақталуы. Сондықтан да рибаға тыйым салудағы шариғатымыздың мақсатының бірі сол негізі. Төртіншісі бұл ақыл деп айтады. Демек мұсылман адам жалпы ең бірінші түскен аятымызда иқра деп келеді ғой, мысалы, оқу деген. Демек адамзат баласы Алла тағаланың берген потенциалын міндетті түрде жұмсау керек. Ақыл болсын, потенциал, интеллектуалдық потенциалын бәрібір мұсылман енді 100% болмаса да, максималдық түрде өз потенциалын жұмсау керек, тырысу керек. Ал ішімдік заттар, нашақорлық, басқа түрлі миды уландыратын заттарға шек қойылуының бастапқы бір себебі сол негізі. Өйткені бұл кәдімгі интеллектуалдық потенциалды өлтіреді. Ішімдік болсын, басқа миды уландыратын заттардың қоғамда көп тарайтын болса, бұл кәдімгі адам баласының потенциалының өшіп қалуына, потенциалының өліп қалуына кәдімгі бірден бір себепкер болады. Сондықтан да интеллект, ақылдың сақталуы өте маңызды. Және бесінші пункт бұл ұрпақтың жалғасуы, нәсілі болады. Демек ЛГБТ-ға қатысты исламның қарсы болғаны, өйткені ұрпақ жалғасу керек. Қоғам мысалы жақсы даму үшін, адал қоғам даму үшін, бұл қоғамда ұрпақ халал жолмен неке жасау арқылы мысалы қоғам әрі қарай дамып, сөйтіп сонда 5 шарты міндетті түрде орындалу керек. Ал рибаның кесірін біз қазіргі таңда ресми статистика келетін болсақ, осы кеше күні ұлттық банктың ресми статистикасын тексеріп қойдым. Бірінші сәуірге берілген статистика бойынша Қазақстанда несие алып, несиені төлей алмай жатқан, осы төлей алмай жатқан несиелердің көлемі 1 триллион 126 миллиард теңге. Бұл кәдімгі 90 күннен асып, несиесін төлей алмай жатқан жаман несиелердің көлемі 1 триллион теңгеден асады Қазақстанда. Соның ішіне кіретін болсақ, бұл бизнес па, жеке тұлғалар ма деп, мысалы, соның жілгіжілмен қарастыратын болсақ, ажырататын болсақ, осы 1 триллион 126 миллиард теңгенің ішінде 33% бұл бизнестің несие алып төлей алмай жатқан несиелері. Осы жаман несиелердің ішінде 33% бұл бизнестің төлемей жатқан. Қалған 67% бұл кәдімгі жеке тұлғалардың төлей алмай жатқан несиелердің көлемі. Халықтың, кәдімгі қарапайым халықтың, кәдімгі қазақстандықтардың кезінде несие алып, несиені төлей алмай жатқан көлемдері 750 миллиард теңге екен. 750 миллиард теңге. Енді соның ішіне кіріп қарайтын болсақ, бұл ипотека ма, болмаса бұл қандай несиелер? Мысалы, жеке тұлғалар кезінде несие алды, бірақ төлей алмай жатыр. Сол 750 миллиардтың ішінде 3% ғана ипотека. Демек, жеке тұлғалардың ипотека алып, сол ипотеканы төлей алмай жатқан несиелердің көлемі тек қана 3%.
мына бүкіл жеке тұлғалардың төлей алмай жатқан несиелерінің ішінде 3% ипотека ғана. Иә. Қалған 87% бұл кәдімгі тұтынушы мақсатта алынған несиелер. Потребительский кредит дейміз ғой. Телефон, телевизор. Телевизор, стиральный машина, компьютер, басқасы соның көлемі 655 миллиард теңге. Демек, бәлкім бұл қаржылық сауатсыздық тұрғысынан да мысалы проблема бар қоғамда. Көрдім көзге құмар, мысалы бір қымбат iPhone көрдім. Мүмкін жағдайым болмаса да мысалы, бұл мысалы соңғы iPhone'дар мысалы, кейбір адамдар шынымен бағасы өте қымбат қой. Ақшасы келмесе де әйтеуір рассрочкаға алып, басқалар көрсін, мен де сондай кереметпін деген, бәлкім енді сондай ала біледі. Қаржылық сауатсыздықтың кесерінен сондай рассрочкалар кіріп жатыр да, нәтижесінде бүкіл төлейтін, мысалы қазіргі рассрочка 2 жылға дейін береді ғой, мысалы 2 жылдың ішінде мысалы психологиялық тұрғыдан адам шаршайды. Ай сайын мысалы алған кезде эмоция жақсы, ол эмоция енді 1 айға жетсе жақсы. 1 айдан кейін мысалы ақша төлеу басталған кезде көп адамдар мысалы шыдамайды, көп адамдар мысалы төлей алмай қалады. Төлей алмаған күннен бастап пенясы қосылады. Мысалы қазіргі таңда Қазақстанда пеняның мөлшері заң бойынша жылына 46%. Демек, мысалы 1 миллион теңге телефонның құны болса, мен төлемесем, үстінен қосымша 460 мың теңге пенясы қосылады мысалы. Соның да кесірі бар да, негізі. Сондықтан да қазіргі қоғамда қазір енді Instagram болсын, интернет болсын, қазір ләззатын көр деген мысалы жарнамалар көп қой. Соны адамдар қызып алады да, бірақ нәтижесінде өкінішке орай көп қазақ бауырларымыздың, қазақстандықтардың көбісі сөйтіп тығырыққа тіреліп жатыр да. Мынау жаңағы рассрочка деп айтып жатсыз ғой. Көп адамдар байқағаным түсінбейді. Мысалы барып телефон алады, рассрочкаға айтады, мен харам істеп жатқан жоқпын, ол рассрочкаға беріп жатыр, ол барлығы адал деп айтады, бірақ соның астында не жатыр, соны айтып берсеңіз дұрыстап. Негізі рассрочка бұл енді бізде Қазақстанда осы рассрочканы кіргізген бір банк бар, бәріміз жақсы білеміз. Бұл рассрочканың енді негізі өте қызық қазақстандық феномен. Жалпы халықаралық тәжірибеге келетін болсақ, рассрочканы жасайтын көп жағдайда бұл интернет платформалар жасайды. Кәдімгі біреуден қарызға ақша алады, сонда интернет платформа жасайды, сөйтіп сол интернет платформаға тауарларды толтырады. Кәдімгі интернет IT проекттерді көп жағдайда халықаралық мысалы тәжірибеде. Қазақстандық феномен бұл банктың ішінде жасалып жатыр. Демек, мына рассрочканың платформасын банктың өзі жасап жатыр. Және де банк жасағаннан кейін банкта ақша өте көп. Өйткені банкта депозитке ақша тартылады. Сөйтіп ақшасы көп болғаннан кейін сол ақшасын сондай IT жобаға салып, сондай бір қазақстандық феноменді шығарды да, мысалы 006, 0024 деген рассрочка. Бұның сырттай қарасаңыз, мысалы телефон 1 миллион теңге тұратын болса, наличкамен сатып алсаңыз 1 миллион теңге, рассрочкамен сатып алсаңыз 1 миллион теңге деп, мысалы адам шынымен де солай, мысалы әдемі айтады, әдемі көрінеді. Сөйтіп адамдар ойлайды, ешқандай айырмашылық жоқ, мен ақшалай төлесем де, бөліп төлесем де, сөйтіп соған қызығады, сөйтіп бөліп алады мысалы. Бірақ банктік рассрочка бұл кәдімгі кредитный договор, несиелік келісімшарт. Оның ішінде жазылған, егер де адам уақытында төлемейтін болса, онда күн сайын пенясы қосылады. Әрбір кешіктірілген күн сайын пенясы жүреді. Заң бойынша 46%-ға дейін банк үстінен қоса алады. Егер де шектеу болмаса, банк қоса беретін еді негізі. Біздер заң арқылы шектеу бар да, өйткені бұған дейін 56% болды. Сосын соңғы осы былтыр бір өзгертулер енгізіліп, 46%-ға дейін азайтылды. Қалай болғанда да үстінен 46% қосылады. Бірақ көп жағдайда адамдар ойлайды, мен уақытында төлеймін 100%, просрочка менде болмайды,
мен алған кезде мен мысалы 2 жылға мысалы рассрочка алатын болсам, менде кешіктіру болмайды деп айтады да. Иә. Бірақ енді бізде енді біз пенде болғаннан кейін ешкімде алладан гарантия жоқ. Иә. Мысалы 2 жылдың ішінде не болатынын, кім қайда болатынын ешкім 100% айта алмайды. Біз жоспарлаймыз мысалы үшін, бірақ не болатынын бір Алла біледі да. Шарғи тұрғыдан мына 46% пеня деп айттық қой. 46% пеняның болуы бұл шарғи тұрғыдан бұндай келісім шартты адал емес болып жасайды. Өйткені ішінде рибасы болып тұр ғой, мысалы пенясы болып тұр. Егер де адам баласы бұнда пеня бар, рибасы бар, мен ол рибаға енді түспейтініне мен сенімдімін, бірақ қалай болғанда да бұндай келісім шартқа қол қоямын деген сөйтіп жасайтын болса, ол күнә жасап жатыр деген сөз. Өйткені ішінде арам етілген, Аль-Бақара сүресінің 275 аятында арам екені, харам екен бекітілген келісім шартқа қол қоямыз деген сөз. Бұның қарапайым мысалы үшін ойлап қараңыз. Біз бәріміз білеміз, арақтың ішетін мысалы харам деп білеміз ғой, мысалы адал емес, иә. Ойлап қараңыз, мен мысалы спортсменмін, марафон жүгіремін, сізбен спорласамыз. Мысалы 21 километрлік марафондар жақында болды мына Астанада, иә. Сондай бір келісім шартқа қол қойсақ, мен осы 21 километр марафонды бір 2 сағаттың не болмаса 1,5 сағаттың ішінде жүгіріп өтем. Егер мен сол 1,5 сағаттың ішінен жүгіріп өтпесем, онда мына стақан арақты мен ішем. Сондай келісім шартқа біздер қол қоямыз. Сұмдық қой. Аналогиясы тура сондай. Мен шынымен де 1,5 сағатта жүгіріп өтуім мүмкін. Жүгіріп өтпеуім де мүмкін. Мысалы, жақында болды ғой Алматыда, жас бала қайтыс болып кетті. Сондықтан да ешкімде кепіл жоқ. Сондықтан да бұндай келісім шартта арам пункттың бола тұрысымен, мысалы, мұсылман адам ондай келісім шартқа қол қойса, онда ол адал болмайды. Сондықтан да рассрочканың адал емес етілген сол, сондықтан банктік рассрочка. Түсінікті. Сосын мынандай мәселе бар. Рассрочканы алып алады да, кейбір адамдар банк қой, банкті лақтыра беруге болады, банк харам жер, оған ақшасын төлемесем болады деп жүре береді. Ондай адамдарға не айтасыз? Жалпы шариғатымызда қарызды алып, қарызды қайтару, бұл өте қарызға қатысты үкімдер өте қатал. Мысалы үшін, егер де бір адам біреуден қарызға алатын болса, ол қарызды міндетті түрде қайтару керек. Егер де мына қазір Қазақстанда Таяп деген шықты ғой, ислам қаржы компаниясы адал рассрочка көлік сатып жатыр, бірақ үстінен қосатын табыс мөлшері өте үлкен болып тұр. Мысалы үшін, соңғы рет бір естуім бойынша 30 жылына 36%, 42% дегенде сондай бір табыс мөлшері қосылады. Әрине өте негатив көп. Мысалы, мұсылман адамдардың көбісі бұл қандай рассрочка, бұл кәдімгі тонау, қымбат дейді. Өте қымбат, шынымен де қымбат. Бірақ неге қымбат деген сұраққа кіретін болса, ол жақта мысалы үшін ақшаның құны бар. Міндетті түрде мысалы олар инвесторды тартқан кезде ақша салған осы компания болсын, осы бизнеске ақша салған инвестор өзінің белгілі бір талаптарын мысалы айтады. Мен шамамен мысалы 20% теңгемен жылына табыс көргім келеді дегенде, сонда бір өзінің мысалы болжамын айтса, сол болжамды ескере отырып, мысалы сол компания кем дегенде сол инвестордың табыс мөлшерін қосады 20%. Және де төлемей жатқан адамдардың коэффициенті міндетті түрде қосылады үстінен. Мысалы үшін 100 кредит емес, енді 100 халал несиемен, мысалы халал рассрочкамен 100 адамға көлік берсе, сол 100 адамның 20-сы мысалы сол көліктің ақшасын қайтармай төлемейтін болса, сол 20 адамның кәдімгі 20% болып кетеді, 20%. 100 адамның ішіне 20-сы төлемесе, сол 20 деген коэффициент жаңадан алатын адамдардың табыс мөлшеріне қосылады. Неге қосылады дегенге кірсек, өйткені көп адамдар түсінбейді. Айтады, неге мен мысалы басқа бір төлемеген мұсылманның істеген істеріне мен неге төлеуім керек деп сұрайды. Бұл кәдімгі кәсіпкер болсаңыз, математикалық кәдімгі өте
жеңіл есептеу. Иә. Мысалы үшін ойлап қараңыз, сіз кәсіпке мысалы 100 миллион теңге ақша салдыңыз. 100 миллион теңге салдыңыз, сіздің 100 миллион теңгені салған ақшаңыздың тапқан табыс мөлшері мысалы үшін жылына 15 миллион теңге таза табыс түседі мысалы үшін. Әйтеуір сіз расходтарыңыз бар, басқа рискке кірдіңіз. Әйтеуір бір жылдан кейін табыс таба бастасаңыз, керемет нәтиже болады. Бірнеше жылдан кейін, енді кәсіпте болғаннан кейін табыс сразу түспейді ғой. Сондықтан да әйтеуір бірнеше жылдан кейін әйтеуір сіз таза көптен күткен мысалы 15 миллион мысалы сізге таза табыс болып түсті. Егер де төлемеген адамдардың ақшалай көлемі 15 миллион болса, сіз 15 миллион табыс таптыңыз, 15 миллион ана төлемеген адамдардың ақшасы убыток болды. Демек нәтижесі 0. 15 миллион табыс болды. Ақшаны төлемеген адамдардың минусы 15 миллион, мысалы ол табысыңыз жеп қойды. Салған 100 миллионның ішінен мысалы сіз ақшаңыз жоғалттыңыз. Дұрыс қой? Иә. Мысалы коэффициент 0 болды. Сіз жұмыс істедіңіз, бірақ ешқандай табыс жоқ. Сіз қанша жыл сөйтіп істей аласыз? Істедіңіз, ешқандай табыс жоқ, теңгеңіз мысалы құлдырап жатыр. Егер де қайтпайтын ақшаның көлемі одан да көп болса, сіз уже минусқа түсесіз. Мысалы үшін тапқан табыс 15 миллион болса, төлемеген адамдардың ақшасы 20-25 миллион болса, сіздің керісінше минусқа түсіп жатырсыз. Демек, жыл сайын сіз ақшаңыз 10 миллионға, 15 миллионға азаяды. Ол дегеніміз, бір уақыттан кейін сіз ақшаңыз банкрот боласыз. Банкрот боласыз, болды. Сол үшін бұл кәдімгі енді біз кәсіпкер болғаннан кейін, мысалы кәсіп, адал жолмен кәсіп жасау шариғатта рұқсат берілген. Сондықтан сіз кәсіпкер ретінде математиканы санайсыз. Санаған кезде осы жаман несиелердің көрсеткіштерін табыс мөлшеріне қалай болады қосу керексіз. Өйткені әйтпесе формула жүрмейді. Кәдімгі табыс табудың формуласы жүрмейді. Сондықтан да ақшасын қайтармайтын бұл былай дәстүрлі банк болсын, халал ислами банк болсын, халал қаржы компаниясы болсын, ақшасын төлемейтін адамдардың кесірі басқа жаңадан алып жатқан мұсылмандар тиіп жатыр. Сондықтан да енді қызық, енді мына қазіргі қоғамдағы мұсылман бауырларымыздың психологиясы, енді жақында бір қажылықпен жұмыс істейтін компаниялардың өкілдерімен сөйлескем. Солар айтып жатыр да, кезінде умраға жіберу, қажылыққа жіберу компаниялардың кейбіреулері өздерінен халал рассрочка жасаған болады. Мысалы, умраға барасыз ба, келіңіз, мысалы, компанияның өзінен сізге рассрочка ақша жібереміз, сіз бөліп төлейсіз дегендей. Сөйтіп, умраға жіберген, қажылыққа жіберген, құлшылығын жасап оралған мұсылмандар ақшасын төлемейді екен. Өзімізге байланысты ғой. Иә, соны ол қалай деп психологиялық қарасаңыз, бұл телефон емес, бұл сіз Алланың алдына өзіңіздің сапалы мұсылмандар ғой. Өмірде бір рет баратын, мысалы, кейбір адам үшін құлшылыққа бара жатырсыз, қайтып келгеннен кейін, жарайды, кешіре салыңдар, нелерің кетеді дегенде сөйтіп сондай әңгіме жасайды екен. Сондықтан да бұл енді қазір қоғамдағы мұсылмандарымыздың өкінішке орай ахуалы сондай болып тұр. Енді Қазақстандағы ахуал сондай өкінішке орай. Түсінікті. Қазір кәсіппен айналысатын мұсылмандар көп. Өзіміз де кәсіппен айналысып жүрміз. Мысалы, бір естігенім бар, кәсіппен айналысатын адамға жаңағы ақша мәселесін, қаржы мәселесін оқу уәжіп дейді, иә? Мысалы сізде не бар? Курс бар, иә? Мысалы, исламский финанс деген соны өткенбіз, мысалы, керемет мағлұмат алдық. Үлкен рахмет сізге. Сол жайлы айтсаңыз, кәсіппен айналысатын мұсылман адамға қаржы мәселесін зерттеу керек пе? Не үшін зерттеу керек? Ғалымдарымыздың айтуы бойынша, осы Әл-Ғазалидің пікірі бар. Кәсіпкер адамға жалпы шариғаттың саудаға қатысты ережелерін білу парыз дейді. Демек, сіз кәсіпкер болсаңыз, ақшамен тікелей жұмыс істейтін болсаңыз, жалпы кәсіп, қаржы мәселесі бұл да құлшылықтың бір түрі. Біз ғибадатқа қатысты құлшылықты жақсы білеміз. Мысалы, намазға қатысты, оразаға қатысты, мысалы, біздер өте керемет бәрін орындаймыз, жасаймыз. Бірақ зекетке келген кезде, мысалы, біліміміз жетпей жатады. Кәсіп жасаған кездегі
саудаға қатысты ережелерге қатысты көп жағдайда өкінішке орай мұсылмандарымыз ақпараты жоқ, ақпаратты білмейді. Жалпы қалай халал жолмен мысалы сауда жасау керек, қалай халал жолмен инвестиция тарту керек, я болмаса қалай халал жолмен инвестиция салу керек. Соның шарттарын көп жағдайда мысалы кәсіпкер адамдар түсіне бермейді. Бірақ енді бұл білімнің болмауының себебі көп жағдайда мысалы егер де кәсіпкер бір инвесторды тартқан кезде көп жағдайда мен өзімнің жеке байқағаным, мұсылман адамдар былай ойлайды да, мысалы мен саған ақша берем, енді хабар жоқ адамдар, енді рибауи форматта мен сізге бизнеске ақша бердім, мысалы 100 миллион теңге, үстінен 20 миллион теңге жылына төлейсіз, залогқа үйіңізді қоясыз, егер берген ақшаны үстінен қосылған пайызды төлемесеңіз үйіңізді сатам да мысалы ақшамды тартып алам деген формат. Бұл кәдімгі дәстүрлі банктардың жасайтын кредиттік формат. Бұл 100% риба форматы, өйткені қарыз форматында беріледі да, мысалы мен сізге 100 миллион теңге қарызға бердім, үстінен 20 миллион өсімді бекіттім, төлемесеңіз мен үйіңізді сатып бұл ақшаны тартып алам дегенде. Бұл кәдімгі арам форматы, иә. Бұдан кейінгі формат көп жағдайда мен байқағаным, мұсылман бауырларымыз көбісі сөйтеді. Мысалы 100 миллион теңге салдым ба, айтады, 100 миллион теңгені салам, бірақ мен оны бекітіп қоям. Қалай болғанда да сен маған 100 миллион теңгемді қайтару керексің. Табысы түседі, бөлсеміз, түспесе бөліспейміз, бірақ 100 миллионды міндетті түрде қайтарасың деген формат бар. Бұл өкінішке орай бұл форматта халал емес. Өйткені шариғатымызда егер серіктес болу үшін әділеттік болу керек та. Мысалы біз екеуміз серіктес болсақ, біз кәдімгі бір қайыққа мінген екі адам сияқтымыз. Егер қайығымызда тесік болып қайығымыз бататын болса, біз екеуміз батамыз. Ал жоғарыда айтылған форматта сіз кәсіпкер ретінде бататын болсаңыз, мысалы сіз минусқа түстіңіз, тәуекелге бардыңыз, кәсібіңіз жүрмей қалды, белгілі бір мысалы тәуекелдер өте көп. Валюталық тәуекел бар, тауарлық тәуекел бар, нарықтық тәуекел бар, басқасы мысалы. Сол себептердің кесірінен мысалы сіз минусқа кеттіңіз. Ал мен бүкіл жауапкершілікті сіздің мойныңызға артып тастадым, 100 миллионымды бекітіп қойдым. Сіз минусқа түстіңіз ба, түспедіңіз ба, мен қалай болғанда да 100 миллионды қайтарып алдым керек. Көп бауырларымыз бұл адал халал деп ойлайды да, бірақ бұл адал емес, өйткені бұл әділетсіздік. Демек, біз шариғи тұрғыдан бір-бірімізге әділетті болуымыз үшін біз екеуміз тәуекелге баруымыз керек. Сондықтан да форматта егер де кәсіпте минус болса, ол минусқа мысалы енді шариғатымызда мудараба деген формат бар, енді мушарака деген форматтар бар, иә. Мысалы мударабада бір жақ ақша береді, болмаса бір жақ мүлік береді, екінші жақ жұмыс дейді. Бұл форматта мысалы егер де мен инвестор болып 100 миллионды сізге салып, сіз жұмыс істейтін серіктес партнер болсаңыз, егер де кәсіпте бір минус болса, ақшалай минустың барлығы менің мойныма жүктеледі. Өйткені менің тәуекелім бұл ақшалай тәуекел. Ал сіздің тәуекеліңіз ол сіздің өміріңіз, сіздің энергияңыз, сіздің жұмсаған уақытыңыз. Демек, бұл жобаға салған бүкіл күш-жігеріңіз сіздің тәуекеліңіз сол. Егер де минусқа болсақ, мен сізге айта алмаймын, менің ақшамды қайтар дегенде. Сондықтан да бұл кәдімгі халал адал форматтардың бірі. Мушаракада әрбір серіктес қандай да бір мүліктік құндылық салады. Мысалы, мен 100 миллион салдым, сіз 50 миллион салдыңыз, екеуміз тәуекелге бардық, мысалы, минус болса, ол минусты біздің келіскен салған ақшамыздың пропорциясына сәйкес бөліну қажет. Мен көбіректеу ақша салдым ба, менің тәуекелім көбіректеу. Сіз аздау салдыңыз ба, сіздің тәуекеліңіз аздау дегендей. Бірақ табысты бөлуде де біз өзара келіскенге сәйкес табысты бөлек, мысалы табыс болса бөлеміз. Табыс болмаса, онда табыс бөлінбейді. Бұл кәдімгі әділетті формат шариғатымызда. Иә, қарап отырғаным, мысалы сатушы бар, сатып алушы бар деген сияқты ислам қағидалары екеуіне де әділетті тең қарау солай болып келеді. Иә, бұл сату мәселесі бұл бөлек. Мысалы, егер де сату болса, мысалы
Мен сатушы, сіз сатып алушы. Иә. Бұған қатысты өздерінің өз шариғатымыздың бекітіп алған ережелері бар. Серіктестік бұл екеуміз бизнес жасаймыз. Ол жерде де әділеттілік болу керек. Ол жерде де әділеттілік бар, иә. Өйткені біз партнер болсақ, біз екеуміз тәуекелге түсеміз. Сауда болса, сауда қатысты өздерінің шарттары бар дегендей, әділетті шарттары бар. Керемет. Қазіргі кезде кейбір мұсылман бауырларымыз рибаға қарағысы келмейді, рибаға барғысы келмейді. Мысалы, кейбіреулер тауар алғысы келеді, немесе бизнес істегісі келеді, үй алғысы келеді. Ондай адамдарға не айтарсыз? Енді қазіргі Қазақстандағы шынымен де халал қаржыға қатысты ахуал мәз емес. Бұл шындық, оны біздер мойындауымыз қажетпіз. Соңғы статистикаға сәйкес, жалпы Қазақстанда 3 исламдық банк бар. Екеуі ұлттық банктың шеңберінде құрылған. Бұл бұрынғы Аль-Хилаль банк, қазір Абу-Даби Commercial Bank деп өзгеріп кетті, ADCB. Және де Заман банк. Осы екі исламдық банк, бұларды реттейтін кәдімгі ұлттық банк және агенттік бар, қаржы агенттігі. Үшінші исламдық банк, бұл МФЦ-ның жүйесінде тіркелген исламдық банк. Үшіншісі Аль-Сафи деп аталады. Ұлттық банктың статистикасына кірмейді, өкінішке орай, өйткені бұлар екі бөлек жүйеде жұмыс істейді. Аль-Сафи МФЦ-да істейді, ADCB мен Заман банк ұлттық банк жүйесінде істейді. Сөйтіп, ұлттық банкіге қатысты соңғы статистикада, осы 1 сәуірге қараған статистикада, осы енді ислам банктардың статистикасына дейін айтайын дегенім, жалпы экономикаға құйылған ақшаның басты қайнар көзі бұл банктар және де микрокредиттік ұйымдар. Экономикаға құйылған 93% ақшаның барлығы банктар мен микрокредиттік ұйымдар арқылы құйылған ақшалар. 7% үкіметтен берген ақша. Бұл даму фонды бар, самұрық қазына бар, басқа мемлекеттік банк развитие деген бар, даму банкі. Мемлекеттен құйылған ақшаның көлемі экономикада 7%. Қалған 93% кәдімгі банктар мен микрокредиттік ұйымдар арқылы құйылған ақшалар. Енді сол ақшаны қарайық. Осы банктар арқылы құйылған ақшаның ішінде адал жолмен құйылған ақшаның мөлшері қанша? Соның ішінде осы екі банк Аль-Хилаль мен, сол бұрынғы Аль-Хилаль мен Заман банктың құйған ақшасының көлемі 0,39%. Демек, 1%-ке де жетпейді, өкінішке орай. Қалған 99,6% кәдімгі риба арқылы, проценттік несие арқылы құйылған ақша. Ал бұл дегеніміз, кәсіпкерлер болсын, күнделікті тұтынушы мақсатта үй алып атқан, көлік алып атқан қарапайым қазақстандықтардың 99,6% кәдімгі риба форматында ақша алып жатыр. Бұл жағдайда әрине енді шешім табу өте қиын. Бірақ Аллаға шүкір, осы соңғы уақытта менің жеке байқағаным, адал қаржы саласына қатысты, осы салаға қатысты қызығушылық артып жатыр, кәдімгідей артып жатыр. Бұл салаға кіреміз деген инвесторлар, кіреміз деген кәсіпкерлердің саны өсіп жатыр, шыны керек. Мысалы үшін, қазіргі таңда банктарға қатысты жаңа заң қабылданайын деп отыр. Осы биылғы жылдың соңына дейін, Алла жазса, енді келесі жылдың басына дейін қабылданып біту керек. Сол жаңа заңға сәйкес, банктар туралы жаңа заңға сәйкес, исламдық терезе ашуға рұқсат беріледі. Бұған дейін заң бойынша исламдық терезе ашуға рұқсат жоқ болатын. Я сен исламдық банк боласың, я дәстүрлі банк боласың деген сондай заң болатын. Әлі сол заң бар. Жаңа заңға сәйкес, дәстүрлі банктардың өздері ішінде бөлек филиал сияқты исламдық терезе ашылады деген сондай заң қабылданады, Құдай қаласа. Ол сұраныс болғандықтан сол заң Сұраныс қабылданып жатыр. болғандықтан қоғамда белгілі бір мұсылмандардың арасында бір адал жолмен ақша алайық, адал жолмен кәсіп жасайық деген сондай сұраныстың өсуіне байланысты осындай заң қабылданып жатыр. Аллаға шүкір.
сол заң қабылданса, кәдімгі менің білуімше банк Центр кредит бар. Солар кәдімгі дайындық жасап жатыр. Басқа банктар сырттай қарап жатыр. Не болады екен, қалай болады екен, заң қабылданса, сұраныс үлкен бола ма, болмай ма деген қарап жатыр. Егер шынайы сұраныс көп болса, онда басқа банктардың өздері бұл салаға кіреді негізі. Ал бұл деген емес, кәдімгі мысалы қарапайым адам үшін дәстүрлі банктың ішінде бөлек енді филиал сияқты оның ақшасы дәстүрлі банктың ақшасымен араласпайды. Бөлек есеп жүргізіледі, кәдімгі бухгалтерлік есебі бөлек. Демек, кәдімгі арам етілген ақшадан адал еткен ақша бөлек саналады да, бөлек айналады, бөлек сондай бір өзінің несі болады, есебі болады. Бұл қарапайым мұсылман адамдарға кәдімгі мысалы онлайн приложениялардың пайда болуы, халал карточкалардың пайда болуы, халал ипотеканың ашылуы, халал көліктерді алу, демек конкуренцияның пайда болуы, таяпты критикалап жатырмыз ғой. Соған қатысты белгілі бір конкуренцияның пайда болуы, табыс мөлшерінің түсуі, демек нарыққа кәдімгі бір өзгеріс енгізеді деп сенемін негізі. Құдай қаласа. Сондықтан да енді Аллаға шүкір, ақырын бұл бір күнде өзгермейтін нәрсе. Сондықтан да біз өзгерістер болып жатыр, үлкен өзгерістер. Үлкен енді тез арада болмай жатқан өкінішті әрине, бірақ әйтеуір өзгерістердің бар болған көрінеді. Сонымен қатар мысалы мына отбасы банк деп айттық. Отбасы банкіде менің былай түсінгенім бойынша біз жұмыс тобына кірдік, осы отбасы банктің жұмыс тобына кірдік. Әзірге таңда әлі жұмысы басталмады, өкінішке орай. Бірақ менің өзімнің жеке пайымдауым бойынша бұлар банктарға қатысты жаңа заңды күтіп жатқан сияқты. Соған сол заң шықса, қай форматта істейтініне нақты белгі болады да. Бірақ бір жақсы жаңалығы, бұлар халал ипотека жасаймыз деген шешімі бар, ниеті бар. Сондықтан да биыл жылдың соңына дейін ашылмаса да, әйтеуір келесі жылдың басына дейін ашылып қалу әбден ықтимал. Сондықтан да бұндай да өзгерістердің шығу меніңше біздің нарық үшін үлкен жетістік. Сондықтан да Құдайға шүкір, арба бара-бара түзеледі дей ме? Сондықтан да енді Құдай қаласа бір кәдімгі мақтан ететін бір дәрежеге жетеміз бе деген сенім бар, Құдай қаласа. Бізде дінде мынандай мәселе бар ғой, бір жаман, харам нәрседен Алла разылығы үшін бет бұрсаң, Алла тағала оны міндетті түрде одан да қайырлы, одан да жақсы нәрсемен алмастырады дейді, Міндетті түрде. Одан кейін жаңағы адал саудагер жәннаттық болады дегенді сөзді естігем. Енді жаңағы ислам қаржысына байланысты рибадан аулақ болып, адал жолмен өзіме үй алам, машина алам, жаңағы бизнесімді бастайым деген мұсылман бауырларды көп білем. Негізі мұсылман адам жаңағы қиындық болған кезде, жаңағы Құранда айтады ғой, сабырлықпен намазға бет бұрыңдар деп, жаңағы сабырлық танытып, Алладан дұға тілеп, амал істесек, біраз нәрселер өзгереді деп ойлаймын. Шыны керек, жаңағы өз басымда бірінші рет жаңағы үйленіп, жас семья болдық, сосын үй алу керек болды, мысалы, жаңағы жалдамалы пәтерде тұрдық қаншама жыл. Сол кезде ниет қойғанбыз, жаңағы үй аламыз деп, бір комнаталы үй аламыз деп, мысалы, 5 жылдай ма ақша жинадық, бірақ соңында 2 комнаталы үй алдық, мысалы. Ойламаған жерден Алла тағала солай бір жақсы сыйлық берді, былай қарап тұрсаңыз, бірақ ол уақыт қалай өткенді байқамай қаласың екен. Сондықтан әрқайсымыз тырысып, сабырлық танытып, амал істесек, өзі жолы шығады деп ойлаймын. Негізі, шын, мысалы, көп адамдар, енді Инстаграмда көп адамдар жазады, рассрочка арқылы сатудан бас тартқан кәсіпкерлер бар. Жалпы рибаға кірмеймін деген кәсіпкерлер бар. Оларға Алла разы болсын. Қаншалықты конкуренцияға шыдап жүргендеріне, бұл адал жолды таңдап, арам жолға кіруден қорқып жүргендеріне Алла разы болсын. Бірақ өздерінің жетістіктерін кәдімгі мақтаныш ретінде емес, кәдімгі
қолдау ретінде жазатын Иә. адамдар көп. Біз мысалы осы жолмен жүрдік. Алла тағала бізге еселеп қайтарды. Мысалы біздер еселеп бір күтпеген жерден нәтиже алдық. Соны басқа адамдарға жеткізіңіз, одан қорықпасын, жасасын деп сөйтіп көп адамдар жазады негізі. Бұл енді шынымен де факт. Сонымен қоса мына міндетті түрде айтып кететін жағдайымыз, егер де енді шариғатымызда енді үлкен даналық бар ғой. Жалпы қиындыққа түскен мұсылман болса, онда шариғатымызда мына дарура мәселесі бар. Иә. Қиыншылыққа түскен, өмір мен өлім деңгейіндегі қиыншылыққа түскен адамға адал емес етілген заттарға рұқсат беріледі негізі. Сондықтан да бұл мәселені де әрбір мұсылман ескеру қажет. Бірақ енді мынау маған дарурет деп соңғы 16-шы ма 17-ші айфонға қазір ала беріп бұл маған керек дегенге кетпеу керек. Жалпы енді әрі адамның енді жеке жағдай, жеке басының жағдайын бір Алла біледі. Мысалы оны сырттай айтып саған ол былай, саған ол былай деп айту өте қиын. Бірақ мына рибаның үкімі өте қатал болғаннан кейін бұған сақ болу керек. Өйткені ертең жауапкершілік өте үлкен. Бұл жауапкершілікті ешкім көтере алмайды. Мысалы көп жағдайда сұрақтар келеді, мынау рұқсат па, рұқсат емес па, сіз қалай ойлайсыз, сондай сұрақтар көп келеді. Бірақ бұл үлкен жауапкершілік болғаннан кейін шыны керек мешіттердегі имамдарымыз, басқа ғалымдарымыз ешкім сізге ашықтан ашық рибаға рұқсат деп сізге ешкім айтпайды. Өйткені бұл үлкен жауапкершілік, Алланың алдында үлкен жауапкершілік. Сондықтан да бұл жауапкершілікті әрбір мұсылман өзі көтеру керек. Иә, және де пайғамбарымыздан келген хадис бар ғой. Кісі айтқан, саған біреу жаңағы үкім берсе де, екінші біреу үкім берсе де, үшінші біреу үкім берсе де, өзінің жүрегін айтқанын тыңда деген. Иә, мына Елдос деген ұстазымыз бар, сол айтқандай жүрегінен пәтуа сұра деп айтады ғой. Жүрегін ол алдамайды ғой. Не айтады дегендей. Қазіргі енді қазақ қоғамында жаңағы риба мәселесін шешу үшін қандай қадамдар жасалуы керек деп ойлайсыз? Халықтың тарапынан, үкіметтің тарапынан болсын? Көп жағдайда қаржы жүйесінің, банк жүйесінің қалай жұмыс істейтінін әрбір сауатты мұсылман жақсы түсініп алу қажет. Өйткені менің байқағаным, көп жағдайда сауаты бар адамдардың өздері банк жүйесінің қалай жұмыс істейтінін аяғына дейін түсінбейді. Сол үшін шынымен де оқыған, білімі бар, сауаты бар адамдар ипотека болсын, басқа мысалы исламдық банктардың, мысалы халық банктың ипотекасы мен мысалы исламдық банктың халал ипотекасын салыстырған кезде қарайды, айтады, бәрі бірдей дейді да. Үстінен қосатын халықтың несі мысалы 150% болса, халал банктың үстінен қосып жатқан табыс мөлшері 150%. Бұлар бірдей, неліктен сөйтіп қымбат деп сөйтіп сондай пікір айтады. Бірақ ең бастысы банк жүйесі бұл әлемдік кәдімгі тәжірибе, әлемдік практика. Бұл тек қана Қазақстан емес, бүкіл дүниежүзінің кез келген мемлекетіне барып, екінші деңгейдегі банктың жұмысын қарайтын болсаңыз, банк кәдімгі ортадағы делдал, посредник. Сіз банкке келіп, мысалы, депозитке ақша салатын болсаңыз, мен екінші деңгейлі банк болсам, дәстүрлі банк болсам, мен сізге кәдімгі депозиттік келісім шартқа қол қоямыз, мен сізге уәде берем. Салған ақшаңыздың үстіне, мысалы 10 миллион теңгесі салдыңыз маған, мен 18% үстінен 12 айда төлеп берем деп, мен сізге кепіл берем договордың ішінде. Кәдімгі риба форматы, сөйтіп, мен банк ретінде делдал болғаннан кейін, бұл менің ақшам емес. Мен сізден 18% мен, мысалы, сізден ақша алдым. Демек, банк үшін ақшаның құны 18% болып тұр. Мен сөйтіп аламда, бұл ақшаны екінші жақта тұрған кәсіпкер болсын, мысалы, тұтынушы айфон алатын біздің баяғы мұсылмандарымыз, соған аламда, мысалы, 25-35%-пен несие болсын, болмаса табыс мөлшері болсын, қосамда, мысалы, сатам.
бұл банктің ақшасы емес. Мен ана екінші жақтағы адамдарға ақша берген кезде ақшаның құнын есептеуім керек. Мысалы, Қазақстандағы экономикадағы хал ахуалға сәйкес ақшаның құны 18% болып тұр қазіргі таңда. Бұл исламдық банк болсын, бұл кәдімгі дәстүрлі банк болсын, нарықта қалыптасқан қазіргі экономикалық жағдай ақшаның құны шамамен 18% болып тұр жылда есептейтін болсақ. Сіз исламдық банкіге барып ақша салатын болсаңыз, сіз мұсылман ретінде, мысалы, нарықта басқа Каспий болсын, Халық банк болсын, Жусан, басқасы шамамен 18%-мен ақша депозитке төлеп жатыр. Сіз де мұсылман ретінде қалай болғанда да осы деңгейде маған төлесінші деген енді сіздің қалауыңыз болады. Исламдық банк бұны ескеру керек. Демек, нарықта бәсекестік құру үшін ақшаның, мысалы, сіз исламдық банкке келіп депозитке ақша салсаңыз, ол депозитте кепіл жоқ, мысалы, ол мысалы сізге қайтарып береміз деп исламдық банк уәде бере алмайды, кепіл бере алмайды. Бірақ нарықтағы ахуалды ескере отырып, сізге осы нарықтық деңгейдегі әйтеуір белгілі мөлшерде төлеп беруге тырысады, мысалы үшін. Сондықтан да ары қарай оң жақта тұрған ипотека қалайтын, не болмаса көлік алатын, не болмаса кәсіпке ақша келетін адамдарға, кәсіпкерлерге ақша берген кезде осы 18%-дан төмен бере алмайды, мысалы. Ол банктың ішінде істейтін жұмыскерлері жалақысын төлеу керек, арендасын төлеу керек. Банкке ақша салған мұсылман кәсіпкерлердің де табысын ескеру керек. Мысалы, ол қайырымдылық ретінде берген ақша емес, ол мысалы ол зекет емес, ол садақа емес, ол кәдімгі адал ақша табудың бір жолы. Мысалы, банк, халал банк ашудың. Сіз дүкен ашасыз ба, я мысалы банк ашасыз ба, халал, ол да бір кәсіп. Мысалы, сіз ақша салған кезде инвестор ретінде, кәсіп, мысалы, құрылтайшы ретінде белгілі бір адал жолмен табыс тапқыңыз келеді. Бұл дұрыс, қалыпты нәрсе, мысалы, шариғатымызда рұқсат, шариғатымызда. Сондықтан да табыс мөлшерін ескеру керек. Сосын жаман кредит дедік қой. Жаман кредиттердің оны да кіргізеді. Сөйтіп, нәтижесінде оң жақта шыққан адамдардың үстінен қосатын табыс мөлшері жоғары болып тұр. 25% болады, мысалы, ипотекасы. Тұтынушы кредиттер 32, халал авто 36-40%-ға дейін жетеді, мысалы, табыс мөлшері. Бірақ бұл Қазақстандағы ахуалға тікелей байланып тұр. Егер де Қазақстандағы, мысалы, батыс мемлекеттерін қарайтын болсақ, Ұлыбритания, Америка мемлекеттерінде нарықта сол мемлекеттердің ішіндегі ақшаның құны 2,5%, мысалы, инфляцияға дейін, пандемияға дейін Америкада, мысалы үшін, базовый ставка 0,125 болады. 0,125%. Демек, ақшаның құны 0,125%. Сіз американдық банкіге барып ақша салған кезде, американдық банк сізге ары кетсе 0,20% депозитке ақша төлейді. Ойлап қараңыз. Сөйтіп, банк бұндай ақшаны алған кезде, банк үшін ақшаның құны өте төмен. Сондықтан да оң жақтағы адамдарға берген кезде, әйтеуір өзінің табысы бар, расходы бар дегенде, қосып санаған кезде әйтеуір бір 4,5-5%-бен, мысалы, береді. Соны көп адамдар, мысалы, неге батыста несиелер арзан, ипотека арзан, біздің исламдық банктардың ипотекасы, я болмаса көлік беру сондай қымбат деп сөйтіп айтады. Бұның терең себеп салдары біздің экономикадағы хал ахуал. Бұл біздің экономикаға тіреліп тұр. Экономикадағы басқа макроэкономикадағы себептерге, жалпы теңгенің әлсіз болуында, үкіметтен фондтан ақшаның көп болуында, енді макроэкономикалық себептер өте көп. Сол себепті теңгемен берген ақшаның базовый ставканың 16,5 болып тұрған себебінің өзі сол инфляцияның жоғары болып тұрғаны, өндірістің аз болуы деген, енді факторлар өте көп. Сол себепті ақшаның құны қымбат болып тұр Қазақстанда қазіргі таңда. Дұрыс, исламдық банк дәстүрлі банктардан, мысалы, ақша тарту мен ақша беру формуласы дәстүрлі банктармен бірдей. Бірақ ақша беру формуласы адал жолмен береді, және ақша тарту формуласы адал. Бірақ тарту мен беру механизмі бірдей. Сондықтан да нарықтағы ақшаға байланысты нәтижедегі продукты сонда қымбат болып тұрған себебі сол. Соны мұсылман адамдар түсіну керек. Және де
мына оң жақтағы, мысалы біздер ипотека керек деп айтамыз, Иә. халал көлік алу жолдары керек деп айтамыз. Кәдімгі халал карточкалар болсын, халал тұтынушы, мысалы тұтыну тауарларын алуда халал жолдары болсын, сол оң жақтағы бүкіл ұсыныстардың пайда болу үшін біздер мұсылман ретінде мына сол жақтағы исламдық банктарға ақша салатын адамдардың қатарынан болу керекпіз. Өйткені егер де исламдық банктарға ақша салынбаса, бұлар мына оң жақтағы адамдарға да ақша бере алмайды. Бізде адамдар жаңағы традиционный банкқа салады ғой, Иә, депозитқа ақша. иә, өйткені көп мұсылмандар, мысалы үшін мына енді Каспий банк деп айттық қой. Неге? Бұл кәдімгі ресми ақпарат. Каспий банктың былтырғы жылғы жасаған ресми годовой отчет дейді ғой, жылдық есебін қарайтын болсақ, 6,5 триллион теңге бұл жеке тұлғалардың сол банкіде жатқан ақшасы. Бұл бизнес емес, бұл компания емес. 6,5 триллион теңге бұл кәдімгі қарапайым қазақстандықтардың сол банкта депозитта және Каспий Голд болсын, счеттар болсын, счетта ұстап жатқан ақшалары. Ал екі исламдық банк деп айттық қой. Сол екі исламдық банктың бүкіл Қазақстандағы осы банк жүйесіндегі жатқан ақшаның мөлшері 41 триллион 700 миллиард теңге жатыр. Осы бүкіл банк жүйесінде. Пайызбен есептегенде қанша екен ол? Мыналарда. Сол енді халал осы 41,7 триллион теңгенің ішінде осы екі исламдық банкта жатқан депозиттардың көлемі 0,11%. 0,11%. Өте аз. Бұл 1% емес, ол 1000-дан 11%. Демек, исламдық банктарда жатқан ақшаның көлемі өте мынандай болғаннан кейін, олардың бере алатын, оң жақтағы тұрған адамдарға да бере алатын ақшаларының күші де мынандай болып тұр да. Сондықтан да конкуренция аз, сервисі нашар. Өйткені олардың шыны керек, былай экономикалық бизнес ретінде санайтын болсақ, бәсеке құруға олардың жағдай жоқ. Ақшалар жоқ болып тұр ғой. Мынандай приложение жасауға, мысалы, біздер тұтынушы ретінде үйреніп кеттік, мысалы. Каспий керемет қой, мысалы. Кіресің, бәрі бар, бәрі күшті. Бірақ бұлар IT саласына жылына бір интервьюда естігем. Қателеспесем, $300 миллион жұмсаймыз деген бе, сондай. Өте көп ақша. IT құрылымдарына, мысалы, оларда қанша мыңдаған IT мамандар істейді. Олар кәдімгі енді өте IT дамыған банк қой. Қанша ақшаны IT-ға салып жатыр. Бұндай мүмкіндік исламдық банктарда жоқ. Өйткені олардың айналдырып жатқан ақшаларының көлемі мынандай болғаннан кейін, шығындары да аз, әйтеуір бір айтишник болса жақсы, мысалы, штатта. Соның әйтеуір бір себеп екінші себепке байланып тұр да. Сондықтан да біз бұл нарық дамысын, бұл нарық пайда болсын деген сондай бір ниетте болсақ, өзімізден де бір амал жасауымыз қажет негізі. Жақсы. Үлкен рахмет сізге. Осындай керемет сұхбат бердіңіз. Осындай. Енді бұның барлығын Алла разылығы үшін түсіріп отырмыз. Құдай қаласа өзімізге де пайда тиіп жатыр, және де көрермендерімізге де пайдасы тисе керемет болушы еді. Сондықтан әрқайсымыз өзімізден бастау керекпіз. Шынымен жаңағы кәсіппен айналысып жүргендеріміз бар. Жаңағы зекет мәселесін қарау керек. Кішкене ойланып, жаңағы рибаның соңында жаман нәрсеге әкелетініне көзіміз жетіп отыр. Сондықтан әрқайсымыз қолға алсақ, Құдай қаласа, еліміз көркейіп, ертең бала шағамыз осы елде тұрады, отанымыз мәңгі болып, жаңағы ислам әділетті қаржы мәселесі Қазақстанымызда дами берсін деген ниетпен бүгінгі подкастты түсірдік. Сізге Алла разы болсын, үлкен рахмет. Алла разы болсын. Амин, үлкен рахмет. Мына жерде кішкене сыйлығымыз бар сізге. Астанада бізде, Алматыға апарсаңыз, керемет кітап бар ішінде. Менің жақсы көретін кітаптардың бірі, сізге де ұнайды деп ойлаймын. Адамзаттың асыл тажы ма? Керемет кітап. Сүйікті пайғамбарымыздың өмірбаяны. Керемет, Алла разы болсын. Халал қаржы нарығы, Құдай қаласа,
0,4 пайыздан енді бір кем дегенде 30 пайызға дейін өссінші, Құдай қаласа. Иншалла, иншалла. Жақсы достар, құрметті көрермендер, лайк басып, өздеріңіздің достарыңызға, таныстарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Бәлкім пайдасы болады баршамызға. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.